Біздің концепциямыз әр балаға дарынды деп қарау. Әр балаға табиғатынан дарындылық негізі салынған. Мұғалім осы қасиеттерді дамыту керек. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының миссиясы орта білім беру саласындағы үздік ұлттық, халықаралық тәжірибе мен практикалық бағыттағы елеулі ғылыми жетістіктерді кіріктіру арқылы Қазақстанның зияткерлік әлеуетін нығайтуға үлес қосу болып табылады. Бірнеше жылдардан бері мектебіміздің педагогикалық ұжымы табысты оқушы жүйелі әрекеттік тәсілді іске асыру мақсаты тақырыбымен жұмыс істеп келеді. Бұл біздің концепциямыз деп қарауға болады. Ал концепт табысты оқушы. Концептуалды, яғни белгілі бір тұжырымдаманы негізге алған концепция мынандай сұрақтарға жауап береді. Осындай нәтижелерге жету үшін не, немесе нені қалай істеу керек? Назарбаев зияткерлік мектептері миссиясынан келіп, табысты оқушы жүйелі әрекеттік тәсілді іске асыру мақсаты деген концепция белгіленді. Түсініктірек болу үшін, Қазақстанның зияткерлік әлеуетін нығайту үшін әрбір оқушыны жүйелі әрекеттік тәсілді іске асыру арқылы табысты ету керек. Демек, бұл жерде бізде концепт табысты оқушы. Енді оқушы табысты болу үшін оның бойында қандай дағдылар болу керек? Табысты оқушы өз бетінше білім алуға дағдыларына ие, сыни тұрғыдан ойлау дағдыларына ие, функционалды сауатты, көп тілді меңгерген, АКТ құзыретті, ынтымақтаса жұмыс жасау қабілетіне ие. Сонда біздің алдымызда келесідей концептуалды карта шықты. Енді не себепті тұжырымдамалар маңызды деген сұраққа тоқталайық. Себебі дарынды оқушылар, олар басқаша ойлайды. Өйткені дарынды оқушылардың абстрактілі ойлауға, ойды түрлендіруге, белгілі бір мәселелерді шешуге, күрделі ойлауға, ерекше байланыстарды табуға мүмкіндіктері көп. Тұжырымға негізделген оқыту балалар үшін не себепті маңызды? Өйткені олардың бойында эксперттік қабілеттері, дағдылары қалыптасады. Мұғалімнің мақсаты оқушыны ойлаудың ең жоғары деңгейіне көтеру. Бұл жерде төменгі сатылар негізгі мазмұн, орташа сатылар негізгі мазмұн туралы ой айтылады. Жоғарғы сатылар бұл түрлендіру, тұжырымдау, жалпылау. Мақсатқа жету үшін мұғалім сабағында концепт және пайымдауды қолданады. Айталық, Асан Алматыға сапарға шығады. Егер біз Асанмен бірге Алматыға ата-анасы барса, ол қалаға тез үйренеді десек, бұл біздің пайымдауымыз. Ал егер біз Асан жасөспірім болғандықтан Алматыға ата-анасымен барады дегеніміз, бұл біздің айтып отырған нақты мәліметіміз. Мұғалім өз пәні бойынша, сол сабақтың мазмұны бойынша оқушыға қандай идеяны жеткізгісі келеді. Осыған орай концептті белгілейді. Мұғалімнің мақсаты оқушыларға жас ғалымдарша ойлап, өршіл, терең, ойшыл болуға көмектесу. Жаһандық көзқарасты қалыптастыру үшін пәндер бойынша алған білімді интеграциялай отырып, оқу жоспарын дифференциациялау. Енді жүйе концептісін әртүрлі сыныптарды оқытуда қарастырайық. Айталық, екінші сынып оқушыларына жүйе концептісі бойынша келесі мәселелерді қарастырады екенбіз. Жүйенің барлық бөліктері мақсатқа жету үшін бірге жұмыс істейді. Жүйенің бір бөлігін өзгерту бүкіл жүйеге әсер етеді. Енді 3-5 сыныптар үшін жүйенің барлық бөліктері бір-бірімен логикалық байланыста және дұрыс жұмыс істеу үшін бірге жұмыс істеуі тиіс. Жүйенің бір бөлігінің істен шығуы басқа бөлігінің қызметін өзгертеді. Жүйенің кез келген бір бөлігінің істен шығуы түгел жүйеге кері әсер етеді. Келесі 6-8 сыныптар үшін қарастырайық. Жүйе белгілі бір әсерді қабылдауға арналған өзара тәуелді компоненттердің кешені болып табылады. Жүйенің бір бөлігіндегі өзгерістер оның басқа бөліктерінің әрекетін реттейтін кері байланысты қамтамасыз етеді. Саяси жүйелердің көптеген түрлері әртүрлі қоғамдарда мемлекеттік саясатты ұстау және қарым-қатынастарды реттеу үшін қолданылады. Енді 9-12 сыныптарға тоқталайық. Жалпы бірге жұмыс істейтін объектілердің, организмдердің немесе адамдардың кез келген тобы белгілі жүйемен дамиды. Жүйенің кез келген бөлігін өзгерту бүкіл жүйенің функциясын өзгертеді. Әрбір қоғамда жекелеген адамдар мен топтардың мінез құлқын бақылайтын әлеуметтік және саяси жүйелер пайда болады. Қуат жүйенің бір компонентін өзгерту, түрлендіру немесе жүйенің басқа компоненттерінің қызметіне басқаша әсер ету қабілеті. Тұжырымдарға негізделген оқыту арқылы оқушы өзінің де әлемнің бір тетігі екенін түсінеді.
егер әлемнің кез келген бір тетігістен шығатын болса, онда ол өзінің қоршаған орта, қоғам, керек десеңіз бүкіл әлемге апат төнетінін түсінеді. Өздеріңіз бүгін аңғарғандай, бір ғана жүйе концепция арқылы оқушы жылдан жылға есейген сайын біз оқушыға сол бір жүйенің айналасында оның жас ерекшелігіне қарай күрделендіре отырып жаңа бір нәрселерге баланың зейінін аудардық. Кейбір жағдайларда біз мұғалімдердің әуелі сабақ жоспарын көріп, сосын оған ыңғайлы концепт іздеп жататын жағдайларда да кездесеміз. Алдыменен мұғалім өзінің бүгінгі сабағында сол білім мазмұнына қатысты баланың зейінін не нәрсеге аударуы керек? Ол бүгінгі сабақта алған білімін қай жерде, қалай тиімді пайдалана алуы керек? Осы нәрсеге көңіл аударылса, сонда мұғалім сабақтың негізгі идеясын белгілейді. Сол арқылы концепт белгіленеді.